Күнделікті тұрмыста күтпеген жайттар орын алып жатады. Бала кезден бірге өскен досыңыз сізге сезімін білдіріп қалуы бек мүмкін. Біздің қисық сұрағымыз осы жөнінде. Досым сөз салса, енді ол по обстоятельствам қалай егер өзім сезім болса, бұрыннан не істеген. Я деймін, егер жоқ болса, онда дос болып қаламыз ол баяғыдай. Шынайы қабылдай алмаймын. Өйткені доспын, баяғыдан білем. Оны сырласасың, бәрін түсінесің. Ой болса баяғыдан біліп қоясың ғой, қасында жүрген соң. Дос болып қалайық деп едім. Білмедім, ондай жағдайға түсіп көрмеппін. Жақсы көзқараста болады деймін. Құптайсыз ба? Құптаймын. Өйткені бүкіл мінез құлқын барлығын білемін ғой ол туралы. Ата-анасын, оның психологиясын, өмірге көзқарасын құптайтын едім. Басында келіскенде болады ғой. Басында кім деп қарым-қатынас жасады? Дос, либо қыз, сол қатынаста қалған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ егер қызды жаулаған келсе, бірінші дос болып араласқан дұрыс, сосын сезім білдіруге болады. Енді ол бұрынғыдай досың болмайды ғой. Жаман болам. Жаман ғой. Жағдайға қарай ғой, мысалға. Өзіңнің көңілің болса ғой, болса, уже басқаша болады. Досың ғой, мысалға досың деп қарап жүрсең, уже біліктер ара қатынасы уже басқаша болатын шығар.